Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 4-ші сабақ Анельдің шашы ұзын. 4-й урок у Анель длинные волосы. Тәуелдік жалғауын менімен бірге оқы. Прочитай, обрати внимание на окончание. Менің шашым, сенің шашың, оның шашы. Менің көзім, сенің көзің, оның көзі. Шашы қоңыр. Суретке қара. Сурет астындағы сөйлемдерді оқы. Посмотри на картинку и прочитай предложение. Бұл Анель. Анельдің шашы ұзын. Это Анель, у нее длинные волосы. Бұл Анна. Оның шашы қысқа. Это Анна, у нее короткие волосы. Бұл менің досым Әлібек. Оның шашы қоңыр. Это мой друг Алибек. Бұл менің досым Саша. Это мой друг Саша. Оның шашы сары. Бұл менің досым Анель. Анельдің шашы ұзын. Оның шашы қара. Бұл менің ағам Қанат. Оның шашы қысқа. Қанаттың шашы қоңыр. Менің шашым ұзын. Сенің шашың ұзын ба? Қысқа ма? У тебя длинные волосы или короткие? Ответь на вопрос. Екінші тапсырма. Оның шашы қандай деген сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос, какие у него волосы. Бірінші суретте шашы қоңыр, шашы ұзын. Екінші сурет, вторая картинка. Шашы жоқ. У него нет волос, лысый. Таз. Үшінші сурет, третья картинка. Оның шашы қысқа. Короткие волосы. Төртінші сурет, четвертая картинка. Оның шашы қысқа және ақ. У него короткие волосы и белые. Бесінші сурет, пятая картинка. Оның шашы ұзын. У нее длинные волосы. Шашы қоңыр. Алтыншы сурет, шестая картинка. Оның шашы қысқа. Шашы сары. Үшінші тапсырма. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Третье задание. Дополни предложение, вставляя нужные слова. Снизу қажетті сөздер, выделенные жирным шрифтом. Это ваши нужные слова. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. А теперь проверь себя. Менің шашым ұзын. Шашымның түсі қара. Сенің шашың қысқа. Түсі сары. Атамның шашы қысқа. Түсі ақ. Четвертое задание. 4-ші тапсырма. Қайсысы дұрыс? Найди правильное предложение. Пілдің шашы ұзын. Піл – это слон. Разве у слона бывают волосы? Аюдың басы үлкен. У медведя большая голова. Қоянның саусағы ақ. У зайца белые лапы. Мысықтың құйрығы ұзын. У кота длинный хвост. Күшіктің аяғы кішкентай. Әлібектің шашы қысқа. У Алибека волосы короткие. Кірпінің енесі қызыл. Арыстанның тісі кішкентай. У льва маленькие зубы. Түлкінің көзі сары. У лисы глаза желтые. Кел жаттығайық. Запомни. Ақыл орны бас. Бастың көркі шаш. Әдемілік талап, күтіп ұста тарап. Есте сақта. Запомни. Менің анамның шашы ұзын, түсі қара. Менің досымның шашы қысқа, түсі сары. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Спасибо за внимание. До свидания.